баспасөз жиынында Түркістан облысы бойынша 2025 жылдың 9 айында отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы атқарылған жұмыстар туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал önce бүгінгі біздің спикерімізбен таныс болыңыздар. Түркістан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы күрес бөлімінің бастығы полиция подполковнигі Қалапаева Жанар Балтабайқызы. Құрметті әріптестер, әдеттегідей сауалдар болса баяндамадан кейін қоюларыңызға болады. Ендігі сөз кезегі Жанар Балтабайқызына беріледі. Саламатсыздар, брифингке қатысушылар. Микрофон қойып жүрсеңіз. Саламатсыздар, брифингке қатысушылар. Әйелдердің құқықтарын қорғау, отбасылық құндылықтарды сақтау, сондай-ақ тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері мемлекеттік басшысымен және ішкі істер министрінің басшылығының ерекше бақылауында екенін білесіздер. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін министрліктің бұйрығымен республиканың барлық облыстарында жыл басынан бастап отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөніндегі мамандарға бөлімше құрылды. Бүгінгі таңда облысымызда 92 отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы инспекторлар жұмыс атқарылады. Әрбір 17 ауданға бөлінген қызметкерлер жұмыс атқарылады. Бөлімшенің ең басты ерекшелігі мен отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес іс-қимыл саласында жинақталған жүйелі проблемалар жоюға бағытталған болып табылады. Жұмыстың негізгі бағыты жедел, яғни ерте анықтау, бақылау және жедел әрекет ету. Отбасында зорлық-зомбылықтың тәуекелдерін анықтау мен бақылауды жаңа алгоритмі әзірленді. Екінші, құрбандар мен куәгерлерді қорғау, оларды қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қорғау нұсқамаларының уақытша баспанасына қоса алғанда зардап шеккендерді қорғаудың күшейтілген шаралары әзірленді. Сондай-ақ полиция қызметкерлері олардың барлық инстанцияларда сүйемелдейді. Жәбірленушілер мен куәгерлерге қайғақты арды беруден және куәден өтуден қорықпау үшін психологиялық және құқықтық қолдау көрсетеді. Қайталанатын зорлық-зомбылық қаупін бағалау және агрессорларды қайта әлеуметтендіру. Агрессордың зорлық-зомбылық әрекетінің қайталану ықтималдығын бағалауды мүмкіндік беретін тәуелді бағалау құралы енгізілді. Бұл агрессорлармен мақсатты түрде жұмыс істеуге мүмкіндік берілді. Бұл ретте оларды қайта тәрбиелеу мәселелері азаматтық қоғам өкілдеріне жүктеледі. Яғни құқық бұзушыларға мәжбүрлі психологиялық көмек көрсетіледі және оңалту жұмыстары жүргізіледі. Қорғау нұсқамаларын бұзған адамны бақылауға жаңа тәсілдер енгізілді. Халықты ақпараттандыру және зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділікті насихаттау. Яғни тұрмыстық зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділік қалыптастыру бойынша қоғамның науқандар белсенді түрде жүргізіледі. Яғни акциялар, іс-шаралар және профилактикалық жұмыстар жатады. Бесінші, аналитикалық жұмыс және ақпаратты қамтамасыз ету. Тенденцияларды болжау және талдау үшін тұрмыстық зорлық-зомбылық деректерін біріктіретін цифрлы платформасы құрылды. Заңнаманы жетілдіруге бағытталған жаңа нормативті актілер мен ұсыныстар әзірленуде. Бөлімшелер жұмысының тиімді